міне сондай шапағатшы болатын иншалла қариларды осы қаримыз тәрбиелейтін болады. Бұл қариға иншалла өзіміздің мешітімізден иншалла сый-сияпат ретінде 500 мың теңге иншалла қаражатты осы кісіге құрмет ретінде сый-сияпат иншалла табыстап отырмыз. Сізге Алла разы болсын. Шапалақтамаңыз. Мешітте шапалақтауға болмайды. Аллаху акбар, субханаллах, алхамдулилля. Біздің марапаттауымыз жаңағы осы. Түсініңіздер ғой, шапалақтамаңыздар. Осы қариымыз аман болсын иншалла. Тағы да бізде жаңарқада өзі 4 қариымыз бар ғой өзі. Жаңағы Қайыржан деген ол 20 пара жаттап, енді шамалы ғана ғана қари болды иншалла. Ол да енді қари санатына кіре береді. Жамбота қариымыз бар, және де Серік қариымыз иншалла Түркия елінен келе жатыр. Болашақта бір жаңарқаның ішінде бәленбай қариымыз бар. Қарағанды облыс бойынша қарайтын аудандарда бір қари жоқ. Қарағандының өзінде де бар, бір саран қарилар. Бірақ жаңарқа ауданында бізде мақтанатын шаруа ғой. Осы қариларымызды қолдап, осы қариларымызды иншалла құрметтейік. Құранды көтерген. Осы қариларымызды иншалла көтерейік. Иншалла жағдайын жасайық. Осы қариларды сіз болып ұстамасақ, ертең басқа облыс алып кететін болса, біз айырып қалатын болсақ, бізге ұят болады. Ел болып, жұрт болып, осы қариды жаңағы ұстап, осы қариды иншалла бір қамтамасыз қыла алмасақ. Иншалла осындай қариларды, иншалла болашақ қариларды иншалла қолдайды. Осы иншалла медресе болашақта білім ортасы, қарилар ортасы болсын иншалла. Және де бұдан үлкен, осы жерде үлкен бір университет тұрғызатын да орталық айналсында иншалла көбірек дұға қылайық иншалла Алладан. Осындай білімді қари ғалымдар осы жаңалыққа төңірегінен шығып жатқан болса, ертең сол ғалымдардың шарапаты сіздерге біздерге нәсіп етеді. Сондықтан мынау фарыз айын деген бар, фарыз кифая деген мәселе бар да. Фарыз айын дегеніміз әрбір адамның бойына жүктелген парыздар. Ол не? Ораза, намаз, зекет деген сияқты. Намазды біреудің намазын біреу өтеп бере алмайды. Біреу намаз оқумен басқа біреудің мойнына намаз түспейді. Әркім өзі оқумен ғана ол намаздан құтылады. Ораза да солай. Енді қажылық болатын болса, бәділ қажы деген болады. Қажы атаңыздың атынан, әкеңіздің атынан бара алмайтын болса, бәділ қажы. Ол үшін өзі қажы болу керек. Қажы болғаннан кейін өзінің бұрынғы дүниеден өткен ата-бабаларының атына ниет қылып, бәділ қажы қылып, жаңағында қажылығын өтуге болады. Қажылық жағы. Ал енді фарз кифая дегеніміз біреу орындаумен басқалардың мойнынан түседі. Ол не нәрсе? Егер де бір қаладан, бір ауылдан бір қари шығатын болса, басқаларымыздың мойнына қарилық түседі. Бір ауылдан бір ғалым шығатын болса, басқаларымыздың мойнынан ғалымдық түседі. Ал егер де қандай бір ауылда, бір қалада, бір ауданда бір қари, бір ғалым болмайтын болса, онда барлығымызға ол фарыз кифая мойнымызға жүктеліп тұрады екен. Қашан ғалым шыққанға дейін. Сондықтан мына Аллаға шүкір, жаңарқа ауданда ғалымда бар, қарида бар. Дұрыс па? Жамбота қари әрі магистратура бітірген. Мүбәракта ақида білімін оқып шығып, және де қоса қарилықта да бітіріп келіп отыр. Тілқан мешітіне қатым шығарды. Қайыржан қаримыз мына неде Байғозы батырларда оқыды. Міне осындай қариларымыз осы Рамазан айында осы мешіттерімізде хатым Құранды аяғына дейін иншалла алдарыңызда хатым қылып, иншалла міне Құранымызды шығарып беріп отыр. Осы қариларымызға Алла разы болсын. Қареке, Алла разы болсын. Рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Келешекте иншалла өміріміз алда ашық болсын. Тек қана осы Құранменен нұрланып, болашақ қариларды иншалла тәрбиелеуге Алла Тағала сізге күш-қуат нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазір құрметті жамағат, қазір 5-10 минуттан кейін бір кішігірім бір ойын ұйымдастырып жүреміз, дайындалып отырыңыздар. Аса қатты бір қиын сұрақ қоймаймыз. Күнделікті иншалла өздеріңізді естіп жүрген мәселе бойынша иншалла сұрақты қоятын боламыз.